Бұл видеода көріп тұрғаныңыздай риэлтор өзін видеоға түсіруде, себебі клиенттер одан үйді видеоға түсіруін сұрайды. Солайша бұл риэлтор әр үйді видеоға түсіріп, үйде рум-тур жасайды. Кешке таман клиенттер видеоға риэлтордың өзін және бөлмені видеоға түсіруін сұрайды, себебі күн батқан кезде үйдің ішінде жарық қалай болатынын білу үшін. Және де сол бір сәтте түсініксіз бір оқиға орын алады. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this beautiful vintage 1962. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this vintage 1963 bungalow. Go ahead, do it again. You're on camera. Open this door. Go ahead, do it again. I'm not scared. Бұл оқиғадан кейін риэлтор үйден қашып шықты. Әрине, не болғаны бізге түсініксіз. Бұл қыз екінші рет видео жазып жатырған кезде артында тұрған картинаның түсі өзгере бастады. Егер де сіз анығырақ қарасаңыз, артындағы суреттің түсі өзгерді. Және есік ашылған кезде ол сурет қайтадан өз қалпына келді. Қалай ойлайсыздар, достар? Бұл оқиғадан кейін біреу осы үйді сатып алуы мүмкін бе? Джунглиге саяхатқа шыққан кезде абай болыңыздар, себебі жануарлар мен аборигендердің жемтігіне айналуыңыз мүмкін. Бұл жерде көріп тұрғаныңыздай жас жігіт өзін видеоға түсіріп жүгіріп бара жатыр. Ал оның артынан бір адам шығып қуалай жөнелді. Бұл жігіт жылдамдығын қатты асырып, артынан қуалаған аборигенді шаң жолатпады. Бұл видеоны әлеуметтік желіге салғаннан кейін 28 миллионға жуық адам тамашалаған. Ал келесі қорқынышты әрі түсініксіз видео бұл Facebook парақшасында пайда болды. Бұл видеода қарап тұрғаныңыздай бар мен қыз қолына бөтелкені алып сүтті құйып жатты. Ал келесі бөтелке қолынан ұшып түсті. Бұл видеода не болғаны түсініксіз. Қалай ойлайсыздар? Бұл жерде тылсым күштің әсерінен болуы мүмкін бе? Кішкентай сәбидің қауіпсіздігі үшін жатын бөлмесіне камера орнатқан анасы түсініксіз әрі қорқынышты видеоның куәсі болды.
Анасының сөзінше бала бір нүктеге үнсіз қарап тұрады, артынша жылай бастайды. Алайда баланы не көріп тұрған анасы көрмейді екен. Бұл қорқынышты дауыс қайдан шықты, кім айқайлады? Әрине, бұл бізге беймәлім. Бұл оқиға Мексикада орын алған. Түн жарында полицияға егде жастағы әйелден қоңырау түседі. Оның сөзінше қарама-қарсы пәтерден бір дауыстар шығып айқай естілген. Ол пәтер өзінің ұлының пәтері еді, алайда баласы іс-сапармен кетіп қалған. Демек, үйде ешкім жоқ. Оқиға орнына келген полицейлер барлық жерді іздеп қарап шығады. Мүмкін үйге ұры түскен болар деп. Бос пәтерден дауыстар естілген. Камераны қараған полицейлер сұмдық оқиғаның куәсі болды. Камераны қараған полицейлер 3 баланың сұлбасын көреді. Кішкентай балалар терезеден далаға қарап тұр. Бірақ полицейлер үшін бұл оқиға түсініксіз әрі жұмбақ жағдай болып қала бермек. Бұл кезекті видео 2016 жылы түсірілген. Видео авторының сөзінше, оның шкафы өздігімен қозғалады екен. Ол осы сәтті видеоға түсіріп алды. Жуткая кукла-клоун в шкафу. Автор утверждает, что с этой куклой что-то не так. Когда он ложит этого клоуна в шкаф, происходят странные явления. Продолжая дальше записывать видео, происходит следующее. Acá el ropero donde mi mamá guarda es este. La entiende mucho. Es que una persona cuando se está enferma hay que entenderla. Porque solamente el sufrimiento que pasa la persona. Ahí está hinchando la bola. Sí, sí, ahí estamos viendo. Buenas noches. Buenas noches, sí, tiene más actividad en la noche. Bueno, vamos a abrir a ver qué. Ahí se mueve. ¿Ya viste? Ahí como que. ¿Por qué no te gusta que hagan se enoja cuando se toca? Sí, Se pone malo. bueno, pero tengo que abrir los cajones para que. Acá hay papeles y. Авторның айтуынша, шкафтың есігін жапқанда ғана қозғалады екен. Ішінде біреу қамалған сияқты. Мүмкін бұл клоун қуыршақтың ісі болар. Сіздердің осыған дейін кісі кейік, қар адамы, үстін түк басқан маймыл адам сынды мифологиялық кейіпкерлерді естуіңіз бар ма? Бір ормандардың арасына қойылған жасырын фотокамера қар адамын түсіріп алады. Қарасаңыздар видеода қар адамы ағаштарды сындырып алып бара жатыр. Қарапайым адам жалғыз өзі ағашты сындырып көтеруі мүмкін емес қой.